Бәріңізге сәлем. Белсенділікті талап етпей, жоспар бойынша әрекет етеміз. Алғашқы жоспарымда 9-ға жуық бейнероликті жарыққа шығармақ ойдамын. Ең бастапқы тақырыпты Тордың досы Бета Рей Биллдан бастаймыз. Кейіпкерге қатысты Марвел киноәлемінің 4-ші фазасы Тор, махаббат және найзағай фильмін жеке шолып өтеміз. Бұл кейіпкердің пайда болу жолын оңай әрі түсінікті етіп айту үшін 2007 жылы шыққан кек алушылар жердің ұлы қаһармандары атпен белгілі анимациядан үзінді алынған. Бета Рей Билл карбиналық. Оның басты тапсырмасы соңғы карбиналықтарды аман алып қалу міндеті жүктелген. Суртурдың оттан жаратылған әскері Корбинді басып алған соң, оған жақын жұлдыз жарыла бастаған кезде Бета Рей Билл таңдап алынып, модификацияланған карбиналықтарды қорғау үшін сайланады. Скейтлбуттағы шайқаста жойылып кеткен ғаламшардың қалдықтары астероидпен бірге аққан жұлдыздай жерге бағыт алады. Қалқан агенті Ник Фьюри сырттан байқалған нысанды анықтау үшін Торды жібереді. Астероид қалдықтарына көз жеткізген Тор оларды тоқтату үшін соққы жасайды. Бұл жауапты қате қабылдаған Бета Рей Билл Торды Суртурдың әскері деп қателесіп, Тормен арадағы шайқасы басталады. Тор оған Мьёльнирді лақтырған кезде күтпеген жағдай орын алады. Торды қатты таңғалдырған жағдай. Жаңа лақтырған Мьёльнирді көтерген Бета Рей Биллдің құдіретті күшіне сене алмайды. Сол мезетте бір жамандықты сезген Один ұлын телепорт арқылы Мьёльнирді Асгардқа өткізеді. Мьёльнир Бета Рей Биллдің қолында болғандықтан Асгардтықтарды отты әскерлермен шатастырып, шабуыл жасайды. Бәрінде бірдей жағдай. Алайда Одинге бағыттаған соққысын бір сәтте тоқтатып тастап, Мьёльнирді күшінен айырады. Торды қоса қайтарып алғаннан кейін оқиғаның мән жайын сұрайды. Билл оларға өзінің тарихы туралы айтып береді. Әлемді құтқару үшін Суртурдан кек алғысы келеді. Тордың балғасы Мьёльнирді беруді өтінгенімен Один келіспейді. Один басқа да кеңестерін айтып, оларды Эйтри гномдарға жібереді. Ол жерге Биллдің балғасын соғуға барады. Балғаға Громобой немесе дауыл қиратушы деген атау береді. Бір қарағанда алтын түстес, Штормбрейкерге ұқсайды. Қорған болатын қаруды жасаған соң, Бета Рей Билл мен Тор Скейтлбутты қорғайды. Билл өзінің жаңа балғасы және Тормен бірге от берлеріне қарсы тұрады. Скейтлбутты құтқарғаннан кейін шет карбиналықтарды қауіпсіз екендігін хабарлады. Билл Торға қазір күн күркіреген құдайдың алдында қарыздар екенін айтып басын иеді. Егер Торға көмек керек болса, дереу келуге сөз береді. Сиф Биллге кемені қорғауға көмек сұнады, бірақ Билл Сифті қабылдамады. Өзіне сенімді болған Билл дауыл қиратқышпен қорғауға болатын біліп тұрып, кемеде қалып, Тор және Сифпен қоштасады. Бірге жұмыс істеген Тор мен Билл достасып бір-бірімен бауырлар секілді араласып кетеді. Әрине, кейіпкердің тарихы түсінікті, әрі ертегіге ұқсап кетті. Бета Рей Билл ұзын бойлы, бұлшық еттері ірі, көзі ақ түсті, бет-бейнесі атқа ұқсайтын. Биллдің кеудеге арналған қызыл сары сауыты мен тысқары механикалық етіктер, сары қолғаптар және қызыл туылға киген жауынгердің сипатында. Дауыл қиратқышты алғаннан кейін, ол Тор сияқты бірдей кибернетикалық бронда, қызыл шапан, қара костюм, сары етік, сондай-ақ қанатты туылғаны киеді. Бұл жабдық оның күшін, төзімділігі мен жылдамдылығын арттырып, ұшуға мүмкіндік береді. 2017 жылы Тор Рагнарёк фильмінде сіз Бета Рей Биллді байқадыңыз ба? Бета Рей Билл Сакардағы шайқасында чемпион мәртебесін алған өте мықты жауынгер болған. Бета Рей Биллді Сакарда гроссмейстер түрмеге жапқан соң, чемпиондар бәсекесінде күресуге мәжбүр болды. Сакардың аренасында күтпеген шайқастарда жеңіске жетіп, оған сақа чемпион атағын берген және оның сарайының қасбетінде мүсін бағыштаған гроссмейстердің мақтауын алды. Тор Рагнарёк фильмінде Билл туралы әлі айтылатын Саккар ғаламшарында алып тотемдік плюсте сіз білетін Бета Рей Биллдің басын көре аласыз. Оның астыңғы жағында Халыққа дейінгі гладиаторлық шайқастардың чемпиондары болғанын көрсетеді. Суретке қарасаңыз, сол жағында Бета Рей Билл мен мистикалық адамзатты, ал оң жағында Олимпиадалық пантеон, Арес пен Бибисті көреміз. Marvel Studios директоры Кевин Файги оның қысқа экрандағы уақытына байланысты фильмнен шеттетілгенін және Билл одан әрі жетіле отырып, болашақ фильмдердің біріне қосуға қалдырды. Режиссер Тайка Вайти алдағы фильмде Бета Рей Биллдің пайда болатыны, болмайтындығы туралы айтқан болатын. Тайка Вайтидің жақсы көретін қаһарманы.
Мен Бета Ray Billді жақсы көремін. Мен оны фильмде көргенімді қалаймын. Бірақ қазір оны фильмге қосу керектігін білмеймін, дейді режиссер. Әлемдік пандемияға қатысты барлық жағдай олардың жұмысына бөгет болып тұр. Жанкүйерлер алдағы Marvel Studios фильмінен кез келген ақпаратты талап етеді. 4-ші фазада Джейн Фостердің оралуына байланысты жанкүйерлер үшін өте қызықты болады. Кристиан Бейл Тордың шытырман оқиғалар туралы 4-ші бөлімі. Тор Махаббат және найзағай фильміндегі басты кейіпкерлердің бірін ойнайды. Christian Bale, the fighter. This is the first Academy Award and nomination for Christian Bale. Актер келесі сөздерді бастаған сәтте, желідегі жанкүйерлердің оның кімді ойнай алатындығы туралы көптеген теорияларды құрады. Бета Ray Billдан, Дарио Агер немесе Минотаврдан Горға дейін. Тұтастай алғанда, қандайда бір түрдегі Тормен байланысты болған кез келген кейіпкерге ұқсата берді. Біз бұл ақпаратты бар болғаны теория ретінде қабылдауымыз керек. Кристиан Бейлді ойнайтын кейіпкердің ресми мәліметтері жария етілген жоқ. Тағы бір сыбыста айтылғандай, Marvel Studios Геркулесті киноғаламға енгізгісі келеді. Fox студиясы ұзақ уақыт бойы ұстаған соң, кейіпкердің өзі Бейлді нағыз зұлымға айналдырмайды. Өйткені комедияға сәйкес Геркулес зұлым емес. Геркулес X адамдары және кегалушылармен жалпыға бірдей қауіп-қатерге тап болған кезде одақтасып отырды. Тордың 4-ші фильмі бойынша жұмыстар 2020 жылдың ортасында басталу керек. Түсірілім тобы Австралияға барады. 2019 жылы Сан-Диего Комик-конда Тайка Вайти Тордың 4-ші бөлімінде Джейсон Аарон жасаған мықты Тор комик сериясының бір бөлігі болатынын айтты. Тор Махаббат және найзағай фильмі 2021 жылдың 3-ші қарашасында. Ал мен сағынған Бета Ray Bill бұл фильмде болады деген үміттемін.